Біздің денсаулық подкастымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге саулық тайм рубрикасы Бақыт Лайф арнасында. Бүгін біз қандай әдеттер ұзақ және жақсы өмір сүруге көмектесетін туралы сөйлесетін боламыз. Менің атым Асет және мен сізді осы қызықты тақырыпқа қосылғаныңызға қуаныштымын. Салауатты өмір салты біздің әлі уақытымыз үшін неге соншалықты маңызды? Негізгі жақтарынан бастайық. Салауатты өмір салты тұрақты физикалық белсенділікті, теңдестірілген тамақтануды, жаман әдеттерден бас тартуды және алкогольді ішпеуді қамтиды. Бұл әдеттер әртүрлі аурулардың алдын алуға көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар физикалық және эмоционалдық жағдайымызды жақсартады. Сіз ерекше атап өткіңіз келетін бірінші әдет тұрақты жаттығулар. Белсенділіктің жеткіліксіздігі, семіздік, жүрек қан тамырлары аурулары және депрессия сияқты көптеген денсаулық мәселелерін сондағы проблемаларына әкелуі мүмкін. Тұрақты жаттығулар бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтуға, қан айналымы мен энергия деңгейін жақсартуға және стрессті азайтуға көмектеседі. Бірақ бұның бәрін біз іске асырсақ қой. Біз жиі бұларды біле отыра ерінеміз, болмаса оған уақыт таппаймыз. Әрқайсымыз бүгін не оқимыз, не бала бағамыз, не жұмыс істейміз, солай ғой. Бүгін мен де солай сіз секілді еңбек етемін, балаларымды қараймын, жұмыс істеп, әрине дене шынықтыруды да істеуге тырысамын. Профессионалдық енді бүгін ұзақ қашықтыққа жүгірмесем де, енді спорт залға барып шынықпасам да, бірақ күнделікті таңертең болмаса кешкісін қарапайым, мысалы турник, отжимания дейді, сол секілді қарапайым нәрселерді. Гимнастика енді зарядканы істесек, оның өзі көмек болады. Және де достар, екінші маңызды әдет дұрыс тамақтану. Егерде біз бүгін енді дұрыс тамақтанбасақ, ол да бүгін мәселе. Дұрыс тамақтану біздің денемізді дұрыс жұмыс істеу үшін қажетті қоректік заттармен, дәрумендермен және минералдармен қамтамасыз етеді. Ол сондай-ақ салмақты бақылауға көмектеседі. Жүрек қан тамырлары ауруларын, қан диабетінің және басқа да бір қатар аурулардың дамуын қаупін азайтады. Дұрыс тамақтануды тағы қалай айтсақ болады? 3 мезгілді дұрыс тамақтану. Бүгін таңғы ас 40% болу керек, таңғы ас 50%, түскі ас 40%, кешкі ас 10%. Күнделікті тамақтың тұратын енді сондай пайыз десек те болады. Бізде қалай? Керісінше таңғы ас 10%, оның өзі болса жақсы. Түскі ас 40%, кешкі ас 50% болады. Сөйден адамдар бүгін көптеген ауруларға тап болады, жүректер ауырады, диабет болады, енді қалай? Жаңағы гипертония, енді давлениялар көтеріліп, көптеген қиындықтарға тап болады. Және де тамақтың уақытылымен оның тамақтың өзі маңызды болу керек, не жейтіндеріңізді. Әрине біз бәріміз білеміз, жеміс-жидектер көп жеген ол дұрыс. Бірақ біз енді Азиялық орталық Азияда тұрғанымен, қазақ болғанымен бәріміз ет жақсы көреміз. Етті жеуін жегенсін, бірақ оның арасында енді жеміс-жидекті де жақсылап жеу керек. Сол кезде ет енді дұрыс қорытылады ғой. Босқа, мысалы, шашлық жеген кезде елдер коланы не үшін ішеді? Етті қорыту үшін. Бірақ еттің сол кезде шашлықтың өзі зиян, коламен 2 рет зиян қылдырады. Енді өкінішті орай, бұл енді адамның өзінің таңдауы. Үшінші әдет темекі шегу және есірткі қолдану сияқты жаман әдеттерден бас тарту. Бүгін адамдар айтады, ой жоқ, енді темекі ол аса зиян емес қой, елдің бәрі шылым тартып жатыр ғой деп. Оның несі бар деп айтар. Солай емес пе? Бүгін адамдар күніне 2-3 шылым тартам деп. Ал енді кейбірлер біледі, күніне 1 пачка болмаса 2 пачка темекіні былай шашып тастайды былай айтқан кезде. Сонымен темекі шегу өкпенің қатерлі ісігі, жүрек қан тамырлары аурулары және басқа да аурулардың негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады. Бұл әдеттен бас тарту өмір сапасының едәуір жақсартып, оны ұзарта алады. Келесі енді маңызды әдет бұл енді алкогольден бас тарту, алкогольді тұтынуды. Алкогольдің енді қалай адамның басын айналдыратын айтқан кезде денеге кедергі келтіретін адамдар айтады, ой, мен бүгін шамалы ғана ішем деп, бүгін 1 бокал вино ғана іштім деп, кейбіреулер 1 кружка сыра ғана іштім деп, одан ештеңе кетпейді деп.
шаршауымды бастым деп. Бәрі кішкентайдан басталады да кейін қалай оған беріліп кетіп, жұмыстан айырылып, бала шағаның сорын көріп енді көптеген қиындыққа тап болғанын адамдар байқамай қалады. Бәрі сол кішкентайдан басталады. Шаршау басады деп. Шаршаудың бәрі олай басылмайды. Шаршауда демалу керек. Адамдар бүгін демалуды шатастырады. Нағыз шынайы демалумен қалай адамдардың әдеттегі демалумен. Әдеттегі демалу деген не? Адамдар бүгін саябаққа шығады, мысалы жарайды, табиғатқа шығады. Болмаса кешкісін бір жерге отырысқа барады демалу үшін. Сонда ол демалғанда қалай демалады? Билейді, ішеді, шегеді. Соның бәрі демалысқа жатады деп ойлайды. Кейде ертесін қайтадан бас ауырады, шаршау қатты кетпейді. Адамдар бүгін және де алкогольге не үшін жүгінеді? Мәселелерді шешу үшін. Бірақ өкінішке орай алкоголь мәселені шешпейді. Мәселені жоймайды. Өкінішке орай ол жұмысты жояды, жанұяны жояды, денсаулықты жояды. Сонымен достар, сайып келгенде салауатты өмір салты бұл әдеттердің жиынтығы ғана емес. Бұл біздің болмысымыздың барлық аспектілерінде үйлесімділік пен тепе-теңдікке қол жеткізуге көмектесетін өмір, енді бұл айтқанда философиясы да. Есіңізде болсын. Сіздің денсаулығыңызға қамқорлық жасау бұл ешқашан босқа кетпейтін болашаққа үлесті инвестиция. Әрине ұзақ өмір сүруге және өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесетін салауатты өмір салты мен әдеттердің кейбір негізгі тұстарын тереңірек қарастырайық. Салауатты өмір салтының негізгі аспектілерінің бірі стрессті басқару және психологиялық әл-уақыт. Қазіргі өмір көбінесе күйзеліске толы. Бұл біздің денсаулығымыз бен әл-ауқатымызға кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан оларды тиімді басқаруды үйрену үшін релаксация, медитация және стрессті басқару әдістерін меңгеру маңызды. Енді жаңағы медитациядан көп бүгін айналамызда көп қойынды, мен адамдарға оларды дұрыс емес деп айтамаймын. Бірақ енді дұрыс жағынан қарайтын болсақ, кей кезде адамдар деп енді өзің бір медитация жасайды да. Бүгін қарапайым тәсілдер бар. Таза ауаға шығып, кішкене серуендеп, жаратушы тірі Құдайға жалбарынып, оған дұға етіп, одан көмек сұрап, тыныштық сұрасақ, сол медитациядан әлдеқайда керемет. Және де Құдайдан ерекше батасын аласыздар. Салауатты өмір салтының тағы бір маңызды аспектісі салауатты қарым-қатынасты сақтау. Адамдар бүгін ұрсып, біреумен қырылысқан кезде депрессияға ұшырайды. Уайым болады. Оның бәрі адамның денсаулығына әсер етеді. Біздің эмоционалды және физикалық әл-уақытымызда күшті әлеуметтік байланыстармен басқалардың қолдауы маңызды рөл атқарады. Сондықтан жақындарыңызбен, достарыңызбен және отбасыңызбен қарым-қатынас жасауға, сондай-ақ жұмыста және қоғамда салауатты қарым-қатынасты дамытуға уақыт бөлу маңызды. Салауатты өмір салтының тағы бір маңызды аспектісі жеткілікті ұйықтау және демалу. Ұйқының болмауы көптеген мәселелерге әкелуі мүмкін. Соның ішінде иммунитеттік төмендеуі, стресс деңгейінің жоғарылауы, есте сақтау қабілетінің төмендеуі және зейіннің төмендеуі. Сондықтан ұйықтауға және демалуға жеткілікті уақыт бөлу, күн тәртібін сақтау және ұйықтар алдында шамадан тыс шиеленісті болдырмау маңызды. Және де тағы кейбір статистика бойынша және де дәрігерлердің айтқан кеңесі дұрыстап ұйықтайды. Не үшін ұйықтау керек? Өйткені адамдар әсіресе ұйқы қанбай жолға шықса, ол адам ішімдік ішіп жолға шыққанмен бірдей дейді. Сол денсаулықпен ұзақ өмір сүру үшін позитивті ойлау мен ақыл-ой белсенділігінің маңыздылығын ұмытпаңыз. Оптимистік, көңілді көзқарас бізге өмірдегі қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Ал оқу, жаңа нәрселерді үйрену, бас қатырғыштарды шешу және миды дамыту ойындары сияқты ақыл-ой әрекеттері ақыл-ойымызды сергек ұстауға және когнитивті қабілеттерді нашарлауына жол бермейді. Және әрине денсаулық мәселелерін ерте кездерінде анықтауға және емдеуді уақытылы бастауға көмектесетін тұрақты медициналық тексерулерді ұмытпаңыз достар. Бүгін бізге қосылғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Бұл енді әңгіме сізді күнделікті өміріңізге салауатты әдеттерді енгізуге шабыттандырады деп үміттенеміз. Кездесуге дейін келесі және есіңізде болсын, өзіңізге және денсаулығыңызға қамқорлық жасаңыз.